Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу. Құрметті оқушылар, жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу үшін арнайы ережелер бар. Мысалы, жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу үшін ереже бойынша бөлінгіш бөлшекті бөлгіш бөлшекке кері санға көбейту керек. Мысалы, қараңыздар, бөлінгіш бөлшек дегеніміз ол 7-ден 4, ал бөлгіш бөлшек дегеніміз ол 21-ден 8. Бөлінгіш бөлшекті бөлгіш бөлшектің керісі дегеніміз ол, мысалы, мына жердегі 21-ден 8-дің керісі 8-ден 21. Енді бұл жерде қысқартылатын сандар бар, яғни алым мен бөлімі де екеуі де бірдей сандарға бөлінеді. 4 пен 8 екеуі де 4-ке бөлінгендіктен алымында 4-ке бөлеміз, бөлімінде 4-ке бөлеміз. 4-ті 4-ке бөлсек 1 болады, ал 8-ті 4-ке бөлсек 2 болады. Енді 21 мен 7-де бірдей санға бөлінеді, екеуі де 7-ге, сондықтан алымында бөлімінде 7-ге бөлеміз. 21-ді 7-ден 7-ге бөлеміз 1 болады, 21-ді 7-ге бөлеміз 3 болады. Мінекей қалған сандарды, алымдағы сандарды көбейтіп алымға жазамыз, бөлімдегі сандарды көбейтіп бөлімге жазамыз. Нәтижесінде 2-ден 3 болды. 2-ден 3 дегеніміз бұл бұрыс бөлшек, бұны дұрыс бөлшекке келтіріп жауабын жазу керек. Мінекей осы ережені қолдана отырып, қазір мына тапсырманы орындап көріңіздер, құрметті оқушылар. Тапсырманы орындап болғаннан кейін барып, жауабыңызды төменде келтірілген жауаппен салыстырып көріңіздер. Жауабын алдын-ара қарамай, бағанағы ережеге қайтып келіп, сөйтіп орындаған дұрыс. Егер қанша қателессеңіздер, сонша естеріңізде қалады. Сондықтан, құрметті оқушылар, қателесуден мүлде қорықпаған жақсы. Қателескен өте жақсы нәрсе, себебі есте сақтауға мүмкіндік береді. Мінекей, құрметті оқушылар, мына тапсырманы орындап көріңіздер. Тапсырманы орындап жатқан кезде видеоны тоқтатып қойсаңыз болады. Орындап болғаннан кейін төмендегі жауаппен салыстырып көріңіздер. Мінекей, ереже бойынша 12-ден 7-ні 6-тан 1-ге бөлу үшін бөлінгіш бөлшекті бөлгіш бөлшектің керісіне көбейтуіміз керек. Яғни 6-тан 1-дің керісі 1-ден 6. Бұл жерде қысқартылатын сандар 6 мен 12, екеуі де 6-ға бөлінеді. Сондықтан алымын бөлеміз 6-ға, бөлімін бөлем, 12-ні бөлеміз 6-ға 2 болады, 6-ны бөлеміз 6-ға 1 болады. 2-ден 7-ні көбейтеміз 1-ден 1-ге. Жауабы 2-ден 7 болады. 2-ден 7 дегеніміз бұрыс бөлшек, оны дұрыс бөлшекке келтіріп жазамыз. Мінекей, құрметті оқушылар, осындай нәтиже. Енді бөлінгіш натурал сан болған жағдайда, яғни бөлінгіш дегеніміз ол бірінші жазылған сан. Натурал сан болған жағдайда, онда бұл натурал санды бөлімі 1 болатын бөлшек түрінде жазып алуымыз қажет. Бөлшек түрінде жазып алуымыз қажет. Мінекей, қараңыздар, құрметті оқушылар, біз 2-ні 1-ден 2 деп бөлшек түрінде жазып алдық. Содан кейін алдыңғы келтірілген ережеге қарап отырып, ережені қолданып бөлеміз. Яғни бөлінгіш бөлшекті көбейтеміз бөлгіш бөлшектің керісіне. 4-тен 3-тің керісі 3-тен 4 болады. Мінекей. Бұл жерде қысқартылатын сандар жоқ, сондықтан алымын алымға көбейтіп алымға жазамыз, бөлімін бөлімге көбейтіп бөлімге жазамыз. Нәтижесі 3-тен 8 болды. Бұл да бұрыс бөлшек, бұрыс бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырып жауабын жазамыз. Енді егер бөлгіш натурал сан болған жағдайда да дәл солай жасаймыз. Натурал санды бөлімі 1 болатын жай бөлшек түрінде жазып алып, одан кейін жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесін қолданамыз. Бөлінгіш бөлшекті көбейтеміз бөлгіш бөлшектің керісіне.
8-ден 7-ні көбейтеміз. 3-тен 1-дің керісі, 1-ден 3-тің керісі 3-тен 1. Бұл жерде де қысқартылатын сандар жоқ, сондықтан 24-тен 7 болады нәтижесінде. Бұл дұрыс бөлшек. Жауабын осылай қалдыра береміз. Ал енді осы ережені қолдана отырып, тапсырманы орындап көріңіздер. Мінекей 2 тапсырма. Бұл жерде натурал санды жай бөлшекке бөлуді орындап көріңіздер, және жай бөлшекті натурал санға бөлуді орындап көріңіздер. Орындау барысында, құрметті оқушылар, видеоны тоқтатып қойып, орындап болғанша жауабына қарамаған дұрыс. Орындап болғаннан кейін егер бір жерде қателесіп кетем деп қорықсаңыздар, онда видеоны кері қарай жылжытып, алдындағы ережені қарап, мысал келтірілген ережелерге қарап алып орындаған дұрыс. Ал егер орындап болған болсаңыздар, құрметті оқушылар, онда жауабыңызды салыстыруларыңызға болады. Мінекей, құрметті оқушылар, 26-ны жай бөлшек түрінде жазып аламыз, 1-ден 26 деп, содан кейін жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесін қолданамыз. Бөлінгіш бөлшекті көбейтеміз бөлгіш бөлшектің керісіне. Яғни, бұл жерде 15-тен 13-тің керісі 13-тен 15. 26 мен 13-ті қысқартуға болады. 26 да 13-те 13-ке бөлінеді. Сондықтан 26-ны 13-ке бөлген кезде 2 болады, 13-те 13-ке бөлген кезде 1 болады. 1 мен 1-ді көбейтеміз, бөлімге жазамыз. 2-ні көбейтеміз 15-ке, 30 болады. Нәтижесі 1-ден 30, яғни жауабы 30 болады. Екінші тапсырма бойынша да 15-ті жай бөлшек түрінде жазып аламыз, 1-ден 15 деп, содан кейін жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесін қолданамыз. Бөлінгіш бөлшекті көбейтеміз бөлгіш бөлшектің керісіне, яғни 1-ден 15-тің керісі 15-тен 1. Бұл жерде де 5 пен 15 екеуі де 5-ке бөлінеді, сондықтан 5-ті 5-ке бөлеміз 1 болады, 15-ті 5-ке бөлеміз 3 болады. 8 мен 3-ті көбейтеміз 24 болады, 1 мен 1-ді көбейтеміз 1 болады. Нәтижесі 24-тен 1. Мінекей, құрметті оқушылар, қателесуден қорықпаңыздар, қателескен өте жақсы нәрсе. Ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Енді аралас санға бөлу ережесі бойынша аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазып алуымыз керек. Содан кейін бөлшекті бөлшекке бөлу ережесін қолданамыз. Мысал қараңыздар, 2,4-тен 3-ті 1,10-ге бөлу үшін мына аралас санды бұрыс бөлшекке келтіріп аламыз. Ол үшін бүтін бөлігін көбейтеміз бөліміне, қосамыз алымын, жазамыз нәтижесін алымға. Бөлімі сол күйінде қалады. Екінші бөлшек бойынша дәл солай. Бүтін бөлігін көбейтеміз бөлімге 10 болады, қосамыз алымын 11 болады, жазамыз алымға, ал бөлімі сол күйінде қалады. Енді жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесін қолданып шығарамыз. Бөлінгіш бөлшекті көбейтеміз бөлгіш бөлшектің керісіне, яғни 10-нан 11-дің керісі 11-ден 10 болады. Бұл жерде 11 мен 11 екеуі де 11-ге бөлінеді, сондықтан 11-ді 11-ге бөлеміз 1 болады, 11-ді 11-ге бөлінеміз 1 болады. 4 пен 10 2-ге бөлінеді, екеуі де, сондықтан алымын да бөлімін де 2-ге бөлеміз. 10-ді 2-ге бөлеміз 5 болады, 4-ті 2-ге бөлеміз 2 болады. Енді қалған сандарды көбейтеміз. 1 мен 5-ті көбейтеміз, алымға жазамыз. 2 мен 1-ді көбейтеміз, бөлімге жазамыз. Нәтижесі 2-ден 5, бұл да бұрыс бөлшек, дұрыс бөлшекке келтіріп жазамыз. Мінекей, құрметті оқушылар, осы ереже бойынша, осы келтірілген, түсіндірілген мысал бойынша мына тапсырманы орындап көріңіздер.
мына тапсырманы орындап жатқан кезде, құрметті оқушылар, дәптерге жазып алып, орындап, жауабын қарамай орындап алып, содан кейін барып, орындап болғаннан кейін жауабымен салыстырсаңыз болады, құрметті оқушылар. Мінекей осындай ережелерді қолдана отырып, жай бөлшекті жай бөлшекке қалай бөлуді үйрендіңіздер. Жай бөлшекті натурал санға бөлуді, натурал санды жай бөлшекке бөлуді және аралас сандарды бөлуді үйрендіңіздер. Егер бір жерде, қай жерде болса да түсінбей немесе ұмыт қалған болсаңыздар, видеоны кері қарай жылжытып, қайтадан бір көріп шықсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.